Үндеу Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға, Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай мырзаға және облыс прокуратурасы Айдос Майлыбеков мырзаға, еңбек және халық әлеуметтік қорғау министрі мемлекеттік еңбек инспекциясының комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департамент басшысы Нұралы Оғлыбеков мырзаға үндеу. Құрметті мырзалар, біз Маңғыстау Oil Refining қызметкерлері бірнеше ай көлемінде басшылықтан тарапынан түрлі қысым көріп келеміз. Жұмыс берушілердің қателік салдарынан айлар бойы жалақымызды кешіктіріп келеді. Қаңтар айының жалақысын 240 мың теңгеден алдық. Қаңтар жалақысын қалған ақпан және наурыз айларының жалақысын еңбек демалысқа шыққан еңбек ақысын ала алмай жүрміз. Тіпті осы жағдайда төзе алмай жұмыстан шығып кеткен әріптестерімізге де бір ай уақыт өтсе де есептеу ақысы төленбеген. Яғни мекемеде бірнеше заң талаптары бұзылуда. Көпшілігіміздің отбасы болғандықтан ақыр төбе алармыз деп шыдамды күтіп келдік. Бірақ біз бұлай ұзақ жүре алмаймыз. Ақша бізге төленбей келген. Жақын арада мекеме барлық жағдай жасалған. 100-ден аса шетелдік жұмысшы келді. Олардың Қазақстанға келу жолы тамақтану тұратын жері толықтай мекеме есебіне өтелген. Бірнеше ай көлемінде ақша жоқ болғанда төленеді деген есептеп тегін жұмыс істеп жүрген біздердің еңбек ақымызды төленетін қаражат табылмаса да шетелдік азаматтардың барлық жағдай жасалып отыр. Осы орайда мекеме басшылығының арыз талаптарымыздың жолдап келіссөз де жүргіздік. Бірақ нәтиже шешім қабылданып, мәселені бір жақты етуді орнына талап қойған жігіттерге қысым жасап жұмыстан шығарамыз деп қорқытуда. Осы орайда сіздерден көмек көрсетіп, мекеме басшылығының шара қолдануыңызды, сондай-ақ мәселені нүктесі қойылғанға дейін бақылауыңызды ұстауды сұраймыз. Маңғыстау Oil Refining басшылығының келесі айтылған талаптары орындалуына міндеттеуіңізді сұралады. Қаңтар айындағы жалақымызды өтелмеген бөлінген толық төленуін, ақпан айының жалақысын төленуі, наурыз айының жалақысы төленуі, ақпан айынан бастап айлық жалақымыздың 24% кесу туралы 31.01.2025 күні бұйрық 013 тармақ 1 бұйрыққа шықты. Соның заңсыз деп табуын және айлық толық төлеуін сұраймыз. Қазақстан Республикасы еңбек кодексі 113 бабының 3 тармағы бойынша аталған ай жалақының төленбеген әр күніне 1/25 үстемақы пеня қосуын талап етеміз. Талап етеміз ба, жігіттер? Талап етеміз. Талап етеміз ба, жігіттер? Талап етеміз. Талап етеміз ба, жігіттер? Талап етеміз.